Шын достарың кімдер? Жас жігіт үйленгелі жатады. Тойдың қарсаңында жұмысы көбейіп, бәріне үлгере алмай, әкесіне өтініш жасайды. Әке, мен достарымның бәріне телефон шалып, тойға шақырып үлгере алмаймын. Олардың телефон нөмірлерін мына қағазға жазып қойдым деп тізімді қолына ұстатады. Әкесі қағазды алып, тізімдегі нөмірлердің бәріне телефон шалады. Той күні болады. Жігіт қараса, 50 шақты досының ішінде небәрі 15-і ғана келген. Ренжіп, әкесіне барып айтады: әке, мен сізге барлық достарымның тізімін бердім ғой. Неге бәрін шақырмағансыз? Әкесі жымиып жауап береді: балам, мен сен берген тізім бойынша бәріне хабарластым. Бірақ оларға сенің қатты қиналып, көмекке зәру екеніңді айттым. Осындай күні, осындай жерде күтіп тұрғаныңды жеткіздім. Міне, бүгін келгендер сені шынымен жақсы көретін достарың. Кімнің нағыз дос екенін енді өз көзіңмен көрдің. Оқы, ойлан. Орында 2 кітабынан алынды. Кітапқа тапсырыс беру үшін биодағы сілтемені басыңыз.